Сәлеметсіздер ма, құрметті тыңдаушылар? Біз салық және салық курсын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ойын бизнесіне салынатын салық. Осы дәріс сабағында біз ойын бизнесіне салынатын салықтың ерекшеліктерін қарастырып өтеміз. Оның басқа да табысқа салынатын салықтардан айырмашылығын қарастырамыз. Және сонымен қатар осы салықты есептеу механизмі мен төлеу тәртібін осы сабақта қарастырып өтеміз. Енді ойын бизнесіне салынатын салық бұл құмар ойындар саласында қызмет жүзеге асыратын субъектілерінен алынады. Алынатын арнайы тікелей салық. Корпоративтік табыс салығынан айырмашылығы ол біріншіден пайдаға тәуелді емес. Одан келесі айырмашылығы ол тұрақты мөлшерлемемен белгіленген. Сонымен қатар ойын бизнесі объектілеріне байланысты есептелінеді. Оның экономикадағы табиғаты бұл салық нақты емес, потенциалды табысқа салынатын салық болып табылады. Сонымен қатар ойын қызметтерін реттеу және шектеу құралы ретінде саналады және бюджетке тұрақты түсімдердің көзі болып табылады. Салықтың экономикадағы рөлі оның экономикада атқаратын функциялар арқылы көрінеді. Бұл салық екі негізгі функциясын атқарады. Біріншіден ол фискалдық функция, яғни бизнестің табыстылығына қарамастан бюджетке түсімдерді қамтамасыз етеді. Екінші функция ол реттеуші функциясы. Бұл мемлекет мөлшемелер арқылы, яғни өте жоғары мөлшемелер арқылы құмар ойындардың таратуын шектейді. Сонымен қатар осы ойын бизнестегі нарықты бақылайды және әлеуметтік тәуекелдерді азайтады. Мысалы, лудомания дегендей. Қазақстанда ойын бизнесі қатаң шектелген аумақтарда орналасқан, мысалы Қапшағай, Бурабай деген жерлерде орналасқан. Енді осы салықтың төлеушілері болып кім табылады? Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес салық төлеушілерге жатқызылатындар ол біріншіден казино қызметін жүзеге асыратындар. Одан кейін букмекерлік қызметімен айналысатын тұлғалар, сонымен қатар тотализаторлар, ойын автоматты залдардың иелері, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер. Осы тұлғалар бәрі салық төлеуші болып табылады. Енді салық салу объектісі ол ойын бизнесіндегі әрбір бірлік объекті. Яғни, бұл жерде мына слайдта көріп отырсыздар, ойын үстелі, ойын автоматы, тотализатор кассасы, тотализатордың электрондық кассасы, букмекерлік кеңсенің кассасы, сонымен қатар букмекерлік кеңсесінің электрондық кассасы. Бұлардың бәрі ойын бизнес салығының объектісі болып табылады. Негізгі ерекшелігі бұл салық табыстан емес, біз айтып кеттік, объектілердің санына байланысты есептелінеді. Яғни салық ол объектілердің саны көбейтілген мөлшерлеме. Яғни әрбір объекті әр объектіге мөлшерлеме қолданылады. Бұл жерде салық мөлшерлемелер осы слайдта көрсетілген. Ставкалар ай сайын бір объектіге белгіленген және айлық есептік көрсеткішпен есептелінеді. Ойын үстелінің ставкасы 1000
660 айлық есептік көрсеткіш, ойын автоматы 60 айлық есептік көрсеткіш, тотализатор кассасы 300 айлық есептік көрсеткішті құрап отыр, ал тотализатордың электрондық кассасы 4000 айлық есептік көрсеткіш. Букмекерлік касса 300 айлық есептік көрсеткіш, ал букмекерлік электрондық кассасы 3000 айлық есептік көрсеткіш мөлшермесі белгіленген. Бұны біз практикалық мысалда қарастырып көрейік. Бұл жерде берілген казино құрамында 5 ойын үстелі берілген және 20 ойын автоматтары. Сонда болжамы, мысалы, бір айлық есептік көрсеткішті 3932 теңге деп алсақ, есептегенде біз 5 ойын үстелін көбейтеміз, ставкасын біз айттық 1660, және айлық есептік көрсеткішке көбейткенде болады 32 миллион 635 мың 600 теңгені құрап отыр. Енді ойын автоматы бізде айттық, бұл есепте 20 ойын автоматы белгіленген, ставкасы 60 айлық есептік көрсеткіш. Сонда жалпы сомасы болады 4 миллион 718 мың 400 теңге. Яғни жалпы салықтың сомасы 5 ойын үстелі мен 20 ойын автоматына 37 миллион 354 мың теңге. Айту кете, казино шығынға жұмыс істесе де, ол салық міндетті түрде төленуі тиіс. Келесі практикалық мысалды қарастырып өтейік. Бұл жерде букмекерлік кеңсе берілген. Компанияда 10 касса және 1 онлайн платформа бар деп есептейік. Сонда бір касса ставкасы мөлшерлемесі бізде 100 айлық есептік көрсеткіш, то есть 300 айлық есептік көрсеткіш, ал онлайн платформаға 3000 айлық есептік көрсеткіш. Сонда 10 кассаға төленетін сома 11 миллион 796 мың теңге, ал онлайн платформаға 11 миллион 796 мың теңге. Сонда жалпы бюджетке төленетін салық сомасы, ойын бизнесінің салық сомасы 23 миллион 592 мың теңге. Сонымен салық салудың ерекшеліктері біз айтып кеттік, пайдаға тәуелсіз, яғни зиян болса да салық төленуі тиіс. Екіншіден, жоғары салықтық жүктеме, мемлекет бұл саланы әдейі қымбат етеді. Сол үлкен ставкамен жоғары ставка мөлшермесін қойып отыр. Себебі осындай осы ойын залдарды шектеу үшін осындай ставкалар қолданылады. Одан кейінгі ерекшелігі әкімшілендірудің қарапайымдылығы, яғни көріп отырсыздар, есептерді біз қарастырдық, күрделі есептеулер жоқ, тек объектілерді есепке алу. Осынша стол, осынша платформа, осынша касса дегендей. Экономикалық әсерін қарастырып алатын болсақ, салық келесілерге әсер етеді. Ең бірінші, он саланың дамуына, яғни жоғары мөлшерлемелер өсуді тежейді. Бәсекеге де әсер етеді. Нарықта тек ірі ойыншылар қалады. Көлеңкелі экономикаға да әсер етеді. Жоғары салықтар жасырын қызметке әкелуі мүмкін, өкінішке орай. Әлеуметтік тұрақтылыққа да әсер етеді. Құмар ойындардың таралуын шектейді. Сонымен ойын бизнеске салынатын салық ол бақылау құралы ретінде қарастырылады, бюджеттің кірісінің көзі болып табылады және саланы шектеу механизмі болып табылады. Сонымен ең негізгі ерекшелігі ол пайдадан емес, қызмет ауқымынан алынады. Сонымен дәріс сабағымызды аяқтадық. Негізгі
бизнеске салынатын салықтың ерекшелігін есептеу механизмін қарастырдық. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.